Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұмсақ болып шығатын, дәмді болып шығатын пряниктердің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз, артынан қантты және тұзды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сүтті ысытамыз, бірақ қайнатып жібермейміз. Тек осылай көпірши бастаған сәттен бастап ыстықтай ұнның үстіне құйып жақсылап араластырамыз. Ешқандай да ұнның түйіршіктері қалмау керек, біркелкі масса болып шығу қажет. Артынан сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 2 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Сары уызын біздің дайын болған массамызға құйып жақсылап араластырамыз. Артынан ұнның екінші бөлігін електен өткізіп саламыз және қопсытқышты қосып жақсылап араластырамыз. Бұл рецепт бойынша шамамен 1-200-1-300 граммдай дайын пряниктер шығады. Қолға жабысып жатса да көрсетілген мөлшерден артығын қоспаймыз, себебі көбірегін қосатын болсаңыздар, пряниктеріңіз қатты болып қалатын болады. Сол себептен қолға жабыспайтын жағдайға жеткенге дейін елей береміз. Дайын болған қамырды жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп алдым. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Жайған кезде қатты жұқа етіп жібермейміз және қалың да етіп жібермейміз. Дәл осында қалыңдықта болу қажет. Және осындай домалақ формаларды пайдаландым. Домалақтың үлкендігі барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен кішірегін пайдаландым. Барлығын кесіп болғаннан кейін противень үстіне орналастырып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе бетіне глазурь дайындасаңыздар да болады. Пряниктер суығаннан кейін бетіндегі глазурін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызына қант ұнтағын қосып, миксердің көмегімен ағарғанша араластырамыз. Дәл осындай аппақ масса болып шығу қажет. Қант ұнтағының орнына қантты пайдалансаңыздар болады, бірақ миксермен араластырған кезде ұзағырақ араластыратын боласыздар. Видеодағыдай барлығын глазурьге аунатып шығамыз. Глазурьді үнемдеу үшін кисточканың көмегімен де жағуға болады. Сол кезде бір жұмыртқаның ақ уызы да жететін болады. Барлығын жағып болғаннан кейін кептіріп қоямыз. Глазурь кепкеннен кейін ұсына берсеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.